Павлодардағы мұнай химия ЛТД зауытында алапат өрт болды. Қызыл жалын 2 адамның өмірін жалмап кетті. Кәсіпорынның тағы 3 жұмысшысы ауыр халде ауруханаға жеткізілді. Тілсіз жау түнде тұтанған 5 сағат дегенде әрең ауыздықталды. Өрт сөндірушілердің жедел қимылының нәтижесінде зауытқа жақын маңдағы кәсіпорындар оттан аман қалған. Құтқарушылармен бірге біздің түсіру тобымыз да оқиға орнында болды. Ертіс өңірінде бұрын-соңды болмаған өртті ауыздықтау үшін жедел әрекет қызметтерінің мамандары мен техникалары түгелдей жұмылдырылды. Қызыл жалынмен бас аяғы 56 өрт сөндіруші мен 18 техника арпалысты. Мамандарды састырғаны өрт шалған зауытқа іргелес Павлодар мұнай химия зауытының орналасқаны. Жалыннан ұшқан шоқ мұнай сақталған қоймаларға жетуі әбден мүмкін еді. Сондықтан өрт сөндірушілер жалынды жылдам ауыздықтауға жанын салды. При тушении осложнялось тем, что жағдайды ушықтырғаны өрттің құрамы химиялық заттарға толы болғаны. Сондықтан оны сумен емес, көбікпен сөндіргенді жөн көрдік. Жалыннан тараған улы ыс өрт ошағынан алыс қаланың солтүстік бөлігінде де сезілді. Өкінішке орай тілсіз жау 2 жұмыскердің өмірін жалмады. Денесін күйік шалған тағы 3 адам ауыр халде ауруханаға жеткізілді. Оларды Астанада емдеу мәселесі қаралып жатыр. Екінші, үшінші дәреже күйіктің 20-40-45%. Жағдай науқастар бәрі реанимация жатыр. Жағдай 2 науқастың нашар, 1 науқастың ауыр. Өрттен кейін жедел штаб пен арнайы комиссия құрылды. Мекеме директоры Ерлан Құсановтың айтуынша, қазір апат шығыны анықталуда. Кәсіпорын зардап шеккендерді көмексіз қалдырмайды. Кей мәліметтер бойынша өрт кезінде бірнеше адам жоғалып кеткен. Қазір бұл жайттың анық-қанығы тексеріліп жатыр. Бақтияр Хамид, Салауат Темірболатұлы, Марат Игіліков және Алексей Амельницкий. Хабар, Павлодардан.